Бүгін робототехника саласында талантты және шығармашыл балаларды анықтау және қолдау мақсатында роботы гранд турнамент жарысы ұйымдастырылып жатыр. Бұл жарыста Ақмола облысының әртүрлі өңірлерінен 150-ден астам балалар қатысуда. Бұл іс-шарада оқушылар биатлон, эстафета, лабиринт, робосумо категориялар бойынша өздерінің жаңадан жасалған роботтарын, өздерінің жаңадан ұсынған идеяларымен бірге келді. Біз Абылайхан атындағы орта мектептің атынан келген Redwood командасымыз. Бүгінгі жарыста эстафета санатынан бірінші орынға ие болды. Алдағы уақытта республикалық жарысқа барамыз. Және де соңында да жеңіске жетеміз деп ойлаймыз. Және де барлық орын алған қатысушыларға тілейтінім жақсылық және де табыс тілеймін.